Дверь за спиной, ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утром туман, солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все. Пока осы жерге дейін айтып жүрмін енді. Құдай қаласа 9 ай 9 күннен кейін Ерлан мен Арунаның шаңырағында кішкентай сәбидің дауысы шыққанда бір шыңғырып берейін. Той құтты болсын қазақ елі! Енді бұлай болады, бүгін той деп, абыр сабыр деп, біз список жоғалтып алдық, короче. Жоғалғанында жақсы болған шығар. Керек емес заттың жоғалып тұрған жақсы дейді ғой негізі. Бүгін ешкіммен тос айтпайтын болды деп. На енді аттарыңызды атамаймыз. На енді аға, жалпы Алланың берген неше перзенті бар? Аллаға шүкір үшеуі бар. Үлкеннің аты кім? Ерлан. Ерланды үйде қалай шақырасыз жалпы? Еркоша деп. Еркош, сосын? Тико дейтін. Тико? Бензин ажи ма? Сосын одан кейін икон дейтін. Ико? Аға, эко қыл жібірет жақсы ғана. Тиконы еркелетіп шақырыңыз ордаға. Өлі, балаңыз еркелетсекші, мені еркелетесің бейлі. Жаным мен. Шақырыңыз балаңыз. Еркошым, келе қой жаным. Сен мен нервыма тимеш, сүндетке отырған бала ұқсамай. Ботыңды ашып биле. Биле, брат, сіз бар ғой, неші әдем түсіресіз, Алла разы болсын. Сәл шетке тұрайықшы. Балам, билеп келдікші. Балам, билеп кел алдым. Бұл әкің өз сондай өз, ағаш өзі. Екінші балаң аты кім? Бауыржан. Бауыржан, оны еркелетесіздер ма? Баукашым деп айтады. Баукашым, шақырыңызшы еркелет. Баукашым, келе ғой. Баукашы қаяқта? Өмірде бір нәрсеге ырза емес маға. Неге Бауыржан Ерланнан әдемі? Мен түсінбеймін соны. Енді бұл жерде ортасында Айшолпан деген қыз бар, олардың да әдемі. Одан да саған внимание жетпеймін. Атам басай. Әдемі ма Бауыржан? Сорсасын ба? Орда сақалдылармен сүйіскім көзіреді. Бауыржан билеген көргесіз ба? Жоқ. Жоқ? Мен оны танымаймын негізі десеңші. Үйде жүреді, қаншы бақсы сұрай береді десеңші. Бауыржан билеген көргесіз ба? Инстаграм, тиктогынан көрдім былайша. Үйде билемейді. Расын айту керек қой. Үйде билемейді. Бұл негіз сіздерді асырап алған ғой, білесіздер ма? Бауыржан билеген көргесіздер ма? Бір билеш равный. Құшақ кеңге жай, әшкең шешсе пляжда жүрсің бе? Поддержка бар ма? Кет я, Баука! Рахмет, немені 180 килограммдық братанның киім киіп ағасын бағалы. Баяда бізде жоқшылықта өстік негізі. 89 жылғы ағаларымызды кейін киетіміз. Үй алатымыз, ата анандай дәу. Далбай шалбар деп айтатын еді ғой. Үшеуіңіз қайық кетіп бұратсыздар. Аргентина, Монголия, сояқтың президенттері құсап. Үшінші қыз ба? Үшіншісі, ортаншысы қыз. Ортаншысы. Есімі? Айшолпан. Айшолпанды еркелетесіз ба? Айшонайым деймін. Айшонайым, құдай. Сіз Айшолпанды еркелетесіз ба, тәте? Айшо деймін. Айшо? Сіздердің үйлеріңізде алфавит бар ма негізі?
пайдалансаңыздар. Шақырыңызшы орта. Шонайым келе сал жаным дейді. Екеуің білмеймін, еттірісі осы сияқты өзідір. Папа, мама, мына екеуің білмеймін. Мынау асырайды сіздерді. Құдай қаласа. Менің де бір ағам бар, бір әпкем бар. Мен ағамның үйіне, әпкемнің үйіне қонақ болып барған кезде, мен смело жүрем. Көкірегім керіп өзім. Өткені менің айтқанымды әпкем істейді. Әпкемнің айтқанын жездем істейді. Ал мен туған ағам үйіне барам. Ол жақта құда балан арман жүреді. Білмеймін мен. Құдай қаласа ең әлемдегі жақсылықтың бәрін қыздан көресің дейді. Қарындасымызға бір қол соқып қойыңыздар. Келінді болып жатсыз ғой тәте. Жалпы келінді уже неше ай болды келгеніне? 9 алып келдіңдер ғой сендер әбетте. Мен тойда болғам сол кезде. Әбетте той бола ма деп ұрысқам ераңға. Үлгіре алмайам. 9-ы әбетте алып келдіңіздер. Мысалы кешкі сағат пример қанша еді? 9-да, не? 8-дерде кешкі сағат. Содан бер 9-нан бастап ойлаңызшы, бүгін нешесі? 27. Сонда қанша күн өтті? Бәрі оқымаған ақа. 18 күн өтті ғой, бір қалай еркелетесіз жалпы? Еркелетіп үлгірдіңіз ба ол кісіні? Қалай шақырасыз? Келін дейсіз ба? Қызым дейсіз ба? Или Аруна дейсіз ба? Үшеуінің қайсысы? Қызым деп жүрмін. Қызым деп жүрмін. Шақырыңызшы ортаға. Бетейік. Қызым деп шақырыңыз. 3 секундта келсе, сізден қорқатсыз, значит. 3 секундта келмесе, значит, сен қорқасың, короче. Ал, еке. Дайындалып ал сен, Аруна. Мен саған жеңілдік жасайын. Салфетке беретін бір тірі жан жоқ екен да, бағана су сұраған едім негізі. Су сұрасам сүт берген, айран берген дейтін адамдар жоқ па? Дайынсыз ба, Аруна? Аяғында кроссовка бар ма? Мен машинамда бар, кепке бар. Шақырайға. Қызым, келе ғой. Мен өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Келін бала, енесі шақырған кезде, енесінің жанына барып прямой тұра салады, прикинь, аға. Или сіздерде сондай ма? Мен негізі сіздер тақта көпір болсаңыздар, мен сіздермен бауырмын негізі. Мен Қызылорда Арал деген жерде еспеңіздер. Или что там, экология деп мен сенбей отырсыздар ма? Сіздерде сол экологияға кіріп кетесіздер ғой негізі. Экологиялықтар, экологияға қошемет бар ма? Көпшіліктің алдында енеңіз тағы бір шақырсын, сіз мына жерге тұрасаңыз сіз. Нервін көрсетпе ма? Сіз мына жерге тұрмаңыз. Бетейік. Қызым деңіз, келініңіз бір сәлем салып жіберсін. Сіздер сәлем салғанда бір қол соғып қойыңыздар. Кеттік ал. Қызым, Ау? бақытты бол. Тамаша. Келін ұнады ма? Әрине ұнады. Ұнайды. Ұнатады, Құдай қаласа. Кеңіз мына жаққа тұрайық, бір қол соғып қояйық, құрметті жақсылар. Кеңіз. Аға, жалпы бұл 29 жыл. Енді ұлыңыздың жасы 28-де. Дұрыс қой, е? 28-де. Молодец, резкий екесің аға негізі. Тесістер мықты аға сізді аға. Қазақ айтады ғой, кішкентай шайнек тез қайнайды деп аға. Мынау тефаль сияқты, китайский, одан да тез қайнайды. Жалпы есіңізге түсіріңізші. Соңғы рет қашан есіңізде бар осы ерлан балаңызды бала күндей бір балам деп бір еркелеткен кезіңіз соңғы рет қашан аға? Туған күнде болса керек, туған күнде еркелетем әр ай сайын. Жыл сайын да. Ойбай, туған күн ай сайын дейді. Немене, аяғын июнда, сол аяғын апрельде туғасын ба, қалай? Жыл сайын, еркелетіп тұрасыз. Кеңіз, ереке, мына жаққа тұрайық. Мына жалпы есіңе түсірші, қашан соңғы рет бала күніңді әкеңнің мойнына асылып, папа, мен сені жақсы көрем деп соңғы рет қашан айттың? Кеше айттым. Мынау бір ай бұрын деп тұр ғой негізі. Сен басқа папаң жоқ па негізі? Сен біздің семьяға ұқсамайсың. Кеше еркелетті ма сізді? Иә. Еркелетті. Ал мен жаңа. Или сен мас болдың ба кеше? Идет пусың ела, десен. Еркелетті ма? Еркелетті. Бетейікші, ереке, оны бізден білмейміз ғой. Мына енді әкеңді 270 адамның көзінше бір еркелетші.
әкеңнің қуанышында шек жоқ. Аспанға жетуге екі елі ғана жетпей тұр. Бір әкеңді барша бауырының көзінше, қайын жұрты отыр, қайын жұртының көзінше, көршілері бар, бәрінің көзінше сен әкеңді қалай жақсы көретініңді көрсетші, бізге дәлелдеші бауырым. Қалай еркелетеміз? Әкешім, Асқар тауым, сізді қатты жақсы көреміз. Барыңызға рахмет. Осы жетістікке осылай баршамызды сыйлап келіп жатқан сіздің арқаңызда. Рахмет сізге. Папа, мен сені ары қарай өзің айтатын шығарсың негізі. Дәлше айтып берейін ба? Папа, мен сені жақсы көремін. Қошемет қайда әкесі мен баласына? Сендердің светтерің ғана ұқсаған ғой негізі. Мына енді кеше ғана дейді әйтеуір. Біраз болған сияқты қатты құшақтап отырсыз саған. Кеңші. Мама, мына жалпы соңғы рет қашан еркелеттіңіз Ерланды? Күнде еркелетем ғой. Күнде? Сіз соңғы рет қашан мамам мен сені жақсы көрем деп бір еркелеп, бетінен сүйіп құшақтадың? Тоже кеше. Кеше? Не кеше сондай күн болды ма өзі? Үшеуі отқа жатсыр. Дұрыс па дұрыс емес па? Еркелетші бір анаң ғой. Мына енді анаңызды бір еркелетейікші. Баршасы көрсін. Бесеуіңді бар ғой, мешокқа салып өрте жіберетін күшіктер болады ғой. Бәрі көрсін да, жіктер бәрі көрсін. Еркелетейікші. Анашым, жаннатым, мен сізді жақсы көрем. Рахмет сізге. Жақсы. Қошемет қайда ағасы мен баласына? Ой, бәрекет. Мына енді папа, мама, осының бәрін Ерланға айтып жатырмын ғой енді. Понятиясы болса, Баукада сөйтіп айтып құшақтап сүйетін еді ғой деп қоямын. Тым понятияң жоқ екен. Очки тағып тәкаппар болып кеткен шандай. Аға, не жаққа тұрыңыз? Мына жерге тұрыңыз. Баука, берген, мына жерге тұр ғой. Шеше салшы. Зрениенікі, көзім көрмейді. Мен әдейі болып тұрмын ба? Былай істейік. Папаң қатты жақсы көресің ба? Иә. Сен? Иә. Былай болады. 3-ке дейін санайын. Кім папасын қатты жақсы көреді, бірінші ол орынды қалып келеді. Дайынсыңдар ма? Кете. Бұл орамка. Баука. Артың бет тимей тұрғы сіздің аға. Істеш қай әдем екен. Еркектер ұнап жұма соңыңызда. Дамион грррр деп қойса. Онке деп қой. Дайынсыңдар ма? Кім қатты жақсы көреді? 3 дегенде бір орынды қалып келеді. 1, 2, кеше ше? Тоқта, кеше. Кеше сөйт жүгіріп құлақ баған просто. Сендерге де айтып отым, абайлаңдар деп шандай. Дайынсыңдар ма? 1, 2, одан кейін бар ғой. 1, 2, деп ше böyle. 3 кеттік. Қай жақ қалып келу керектен көрдің ба? Тұра берсін. Бір қол соғып қояйық, құрметті жақсылар. Мына енді, аға, отырыңызшы мына жерге. Аяғым ауыр дейді. Қанша ай болып жатсыңдар? Тексерілдің ба? Келмей жатыр ма? Деп шандай. Кешігіп жатыр ма сенде де? Мен сияқты. Мына енді, жалпы Бауыржанда, Ерланда кішкентай кезінде мойныңа асып көтердің ба аға? Иә, бәрін көтердім. Неше жасына дейін көтердің? 5-6 жасына дейін көтердім ғой. Тамаша, ойландаршы сендер. 5-6 жастарыңа дейін көтерген ғой әкелер. Сендер ол кезде жүре аласыңдар. Просто тәлпішсіңдер да. Бетек, ағайын туыстың көзінше қалай еркелеткендеріңді көрсеттіңдер. Енді әкелеріңді көтеріп, міне менің әкем, міне әкемнің ұлдары, біз осындаймыз, біз
барлық жерде әкемізді көтеріп жүреміз деп. Әлдерің келмесе, сендердің достарыңда әкесі бол. Тірі кезінде әкенің қадірін білу керек, құрметті жақсылар. Мен әкемнен айырылғаныма білесін, 5 жыл болды. Құрметті жақсылар, қателеспейік, құлаққа таққан алтын сырға алтын емес, мойынға таққан алтын цепочка ол алтын емес, білезіктер де алтын емес. Нағыз алтын міне, әкең, міне анаң. Осы алтындарың жоғалтпаңдар. Қазақ айтады, алтының жоғалса көзге көрінбейді дейді. Көзде көрініп жүрген алтындарыңды бағалайық. Әкелеріңді бір мейрамхананың ішіне айналдырып алып келіңіздер. Қошемет бар ма әкемізге? Ал кеткен патия! Әке! Қошемет қайда әкемізге? Көтер, көтер! Қошемет қайда әкемізге? Қошемет бар ма? Әкем деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам. Хан ием, датым бар деп жатыр. Қалай екен жоғарыдан көрген аға? Зор, жақсы екен мына жерде. Көресіз бе әкем? Шректегі Фиона сияқты болып отырсың сен аға. Айда қаралып кеткен сияқтысың. Түсірейік, бір қол соғып қояйық әкемізге. Мама, келіңіз, отырыңыз. Сіз, 9 ай көтердің ғой, көтереді бұлардан деп қойды. Өтір айтам, көтермейді, отырыңыз, қорықпаңыз. Қошеметтеріңіз бар ма анамызға? Енді аналарыңның аялы 2 алақанынан, 2 көзінен жәннаттың кілті қайда? Сол жерден бір сүйіп қойыңыздар, тағзым етіп қойыңыздар. Анамызға бір қол соғып қояйық. Ал кет елеге. Баука! Енді Аруна, Ерлан мен Бауыржан қайын сіңілің әке шешесін қалай сыйлайтын көрдіңіз ба? Көрдім. Алла қаласа, сіз де осылай анамыз бен әкемізді құрметтесеңіз, сізден де Алла қаласа ана өмірде жұмақтың кілті тиесілі болады. Сол үшін де жұмақтың кілтінен айырылып қалмаңыз. Бір қол соқпайық, жастар бақытты болсын.